Осы салада жұмыс істеп жүргеніме 35 жыл болды. Оның ішінде 25-30 жылдай жүйке дәрігерімін. Қазіргі кезде осы Қонаев қаласының ауруханасының заместитель директор болып жұмыс істеп жүрмін. Енді осы 20 қарашада болатын сайлауға қатысуды өзімнің міндетім деп ойлаймын. Өйткені өзіміздің болашағымыздың, бала-шағаларымыздың, туған-туысқандарымыздың болашағы, сол үшін міндетті түрде қатысамын. Медицинамыз жарқырап өсіп келе жатыр, барлық жағынан да. Медицина техника жағынан да, қаражат жағынан да көтеріліп жатыр. Медиктарды да бүткіл елді осы сайлауға бәріне баруға тілектеспін, барыңдар деп шақырамын да.